800 мың кредит сотқа кетеді, сосын 1,6 миллион, яғни 2 есе қылып төлейсің дейді, 1,6 миллион қылып. Шын ба сол, бірге бір қосып төлейді ма сотта? Жоқ, оның бәрі өтірік. Бұл коллектор ма, кім екенін анықтап алу керек. Егер коллектор болатын болса, 800 мың болса, қарызыңыз одан артық талап ете алмайды. Банк болған күннің өзінде де ол жерде сотқа берген талап арыздан көру керек. Егер де шынымен де кейде қосып қояды, көп қылып қосып қояды пенясын, оны азаматтық кодекстің 297 талабына сәйкес азайтуды сұрауға болады сотқа. Жалпы сотқа берген кезде белгілі болады. Бұл негізінде сізді коллекторға хабарласып алдап отқанға ұқсайды. Сотқа берген күтіңіз, сотқа берсе дереу бізге хабарласыңыз, біз сізді қорғап алып шығуға жұмыс істейміз. Яғни барынша аз төлетіп, үстіне пеняларын азайтуға жұмыс істеуге болады. Мұның бәрі сотта қорғану кезінде істеу керек. Соттан хабарласып жатса, ойбай мойындаймын, өйтемін деп, бүйтемін деп арыз жазып беріп, өзіңізге обал жасап жүрмеңіздер. Ондай оқиғалар кездесті. Бір рет тіпті ұтатын іс болды. Апелляция жазуға дайын тұрмыз. Сондай кезде барған, олардікі дұрыс емес деп айтты деп, үстіне миллиондаған ақшаны қосып алып, арызды қайтып алып, апелляцияға беріп тұрған жерімізден бұзылатын сот шешімі еді. Сөйтіп алданып қалған адамдар бар. Маған мен сөйтіп айтты ғой, сөйтіп айтты, мен қайдан білейін деп. Енді сіз бізбен жұмыс істеп жатсыз. Әрмен қарай енді біздің айтқанымызды тыңдауыңыз керек ғой. Біз қалай болған күнде де бізге жамандық ойлап тұрған жоқпыз. Біз апелляциялық шағым жазып қорғаймыз деп жатырмыз дегенде істеп келгені ғой. Сондықтан өздерімізге өздеріміз қиындық туғызбай ағайын кеңес алайық.